Мәссаған әрең сабыр болдық ау, әрең сабыршы бір ай. Қазір қолдарымды қараңдар. Қолдарым істемей жатыр ғой. Міне. Бітті ма? Бітті ма енді? Енді сабыр болмақ қойсақ бола ма енді? Мынандай адамдар шаршатты ғой мынандай ше. Үндемей тұра бересің ғой. Үндемей, қол деген бүйтіп қалдырап жатыр ғой. Қол деген қалдырап жатыр. Алло, братан. Или келеді. Тоқылдатады есікті. Кім? Жеке сіз ба? Аха. Я айта бер. Жеке бір әшейін жұмыс бар еді. Қандай жұмыс? Ой, әшейін 2 минуттық. Аха. Не ол? Жүрсеңші, 2 минуттық әшейін жұмыс. Не болып жатыр? Климат контроль істемейді. Предохранитель салып жатыр, түтін шықты ішінен. Машина жүреді, өшіп қалады. 3 компьютер ауыстырдық. Кассадан деп жатыр. Міне касса. Міне касса. Міне касса. Коса. Касса. Коса. Әшейін деген жұмыс, ол міне. Әшейін 2 минут деген, міне есікті аштың. Міне. Әшейін баса салдың. Міне, әшейін баса салдың. Әшейін баса салдың. Әшейін қоса салдың. Әшейін көтере салдың. Әшейін жібере салдың. Бұл әшейін. Дұрыс, келсем, әшейін. Мынау деген жұмыс мынау. Ешқандай әшейін емес мынау. Мынау бар ма? Деген жұмыс мынау. Ешқандай әшейін емес мынау. Әшейін емес, түсінесіңдер ма? Мынау 1 минут, 2 минут, 1 күн, 2 күн, 3 күнде емес мынау. Бұндай жұмыстар. Қалай сендер әшейін деп айтасыңдар осыны түсінбеймін. Или тілдерің. Просто братан әшейін ғой. Көресіңші әшейін ғой. Ой, 2 минут қой. Жаным, 2 минут. Просто әшейін болса өзің баса саш кнопкасын. Өзің көре саш, міне ашта көре сал. Көрдің, болды әшейін. Баса сал әшейін, міне болды. Әшейін өзің істей салсай, не аласың біреуге барып, соны әшейін бастыра салатын. Прекрасно білесің. Екен жұмысы. Прекрасно білесің. Анау адамға бардың, мынау адамға бардың. Пушкинге бардың, Толстопқа бардың, анаған бардың, Гагаринге бардың, Громоваға бардың, Қатын көпірге бардың, Карситиға бардың, Балқашқа бардың, Астанаға бардың. Бәріне бардың. Білесің ғой өзің. Өзің білесің ғой қақа барғаның прекрасно. Сөйтіп қалай любой электрикке кеп, әшейін деп айтасың. Әшейін кассаны ашып тексеру керек, бір жеріне провод үзіліп тұр. Әшейін. Кім айтты? Моторист айтты. Мотористке кім айтты? Электрик айтты. Электрикке кім айтты? Электрик айтты. Оған кім айтты? Оған басқа электрик айтты. Ол электрикке кім айтты? Диагностик айтты. Диагностикке кім айтты? Электронщик айтты. Электронщикке кім айтты? Группадағылар айтты. Группадағыларға кім айтты? Дилерлер айтты. Дилерге кім айтты? Ютубтан көріпті. Ютубқа кім айтыпты? Германиядағылар айтыпты. Айта берем, мен де айта берем қазір видеодағыдай. Мен де сөйлей берем. Қолмен шат ұстау керек та, оны істеу керек. Ашып, міне. Ашып, істеу керек. Жөндеу керек. Жөндеу керек машина. Әшейін, 2 минут. Саған әшейін шар. Саған әшейін болса, тісіңді өзің жұла бер, өзіңе операция істей бер. Машинаңды өзің істей бер, әшейін болса. Әшейін болса, 7 жылға барып сотталып келе бер. Әшейін болса. 7 жылға сотталып кетсең, әшейін ба? 7 жыл деген қандай сұрақ ол? Праваңнан 7 жылға айырылшы көрейік, қандай әшейін екен. Қалай шыдайды екенсің? Достар, кез келген нәрсені цинт ету керек. Праваң бар кезде цинт ет, 7 жылға айырылмай жатып. Бостандықта жүргенде түрмеге отырмай цинт ет. Әке шешең тірі кезде цинт ет барын. Отбасың, қатының бар кезде цинт ет, ертең айырылған кезде жыламай. Содан кейін электриктердің де нервін цинт ету керек. Любой мастердің нервін цинт ету керек. Әшейін демейін. Келді айт, братан, касса қиын жұмыс, я. Ақшасы қанша болады? 100-ден жоғары, 300-ге жуық. Или 30-дан жоғары ма? Не істейміз? Касса алайын ба? Касса шығып тұр 150 мыңға, 100 мыңға шығып тұр, алайын ба? Қанша бір апта кете ма? Қанша 4 күн ба? Қашан қолыңыз босайды? 2 аптадан кейін, 3 аптадан кейін, келеді. Братан, электриксің ба? Мен де әшейін анау кассада бірдеңке болып отыр, қыста өшіп қалады. Кейін одалып кетеді. Әшейін оразаш. Не сұмдық, ұят қой.